спортшылар, спорт ардагерлері, қадірлі қонақтар мен салтанатты шараға қатысушылар. Добрый день, уважаемые спортсмены, ветераны спорта, дорогие гости и участники нашего торжественного мероприятия. Бұқаралық спортты дамыту ұлт денсаулығы мен ел болашағының маңызды негізі. Спорт адамды тәртіпке, табандылыққа және жеңіске ұмтылайды. Бүгінгі спортшыларға, жаттықтырушыларға, сала мамандары мен ардагерлерге құрмет көрсетеміз. Құрметті спортшылар мен спорт саласының қызметкерлері, сіздерді кәсіби мерекелеріңіз Қазақстан Республикасының спорт күнімен құттықтаймыз. Это возможность выразить благодарность спортсменам, тренерам и всем специалистам, которые своим трудом развивают спорт и укрепляют здоровье нации. За каждой победой стоят упорный труд, сила воли и поддержка наставников. Уважаемые спортсмены, тренеры и... Айыртау ауданының әкімі Меңдібаев Мейрам Жақсылығұлына беріледі. Баршаңызды спорт күнімен құттықтаймын. Бүгін сіздердің отандық спорт саласын дамыту жолындағы үлестеріңіз үшін алғыс айтып, құрмет көрсету үшін жиналып отырмыз. Қазақ халқының тарихында спорт пен ұлттық ойындардың орны ерекше. Көкпар, қазақ күресі, асық ату, тоғызқұмалақ, бәйге сияқты дәстүрлі сайыстар халқымыздың тұрмыс тіршілігімен біте қайнасып, ерлікке, күш пен төзімдікке баулған. Бүгінде спорт елдің мерейін асырып, абыройын тастатын, салауатты өмір салтын насихаттайтын сала, ұлттық рухтың көрсеткіші. Сіздер еліміздің намысын қорғап, спорт аренада жеңіске жетіп жатқан батырларымыз. Әрбір жетістіктеріңіз еліміз үшін үлкен мақтаныш. Ендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық пен бақыт тілеймін. Қазақ елінің спорт саласындағы жетістіктері арта берсін. Рахмет. Ауданымыздың дене шынықтыру мен спорт саласын дамытуға қосылған елеулі үлес. Қола жүлдегері. Области по баскетболу. Денису. Автокөлік жүргізушісі. Орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Чемпионатының қола жүлдегері. Құрметті әріптестер, сіздерді бүгінгі мынау төл мерекесімен құттықтай отырып, бәріңізге денсаулық, жұмыстарыңа жеміс және шығын тілеймін.